Құрметті тыңдарман, менің арнама қош келіпсіздер. Тастандының тағдыры. 2004 жыл, шілде айы. Күн ми қайнатардай ыстық. Таңертеңгі ауысымға ерте келіп алғанмын. Роддомның ауасы ауыр. Дәрі-дәрмектің иісімен жаңа туған сәбилердің әлсіз жылаған дауыстары араласып шығып жатады. Қанша жыл санитарка болып істесем де, бұл жердің тынысы кейде жүрегімді қысып тастайды. Әрбір әйелдің тағдыры, әрбір баланың шырылы, бәрі менің жанымның орын алады. Сол күні бір әйелді алып келді. Толғағы қысқан екен. Өзі тым жас емес, шамамен 30-дан асқан. Көңіл күйі ауыр, қабағы кірбің. Дәрігерлердің тыңдап тұрғанда жоқ, теріс қарап отыр. Аздан соң босанды. Өмірге қыз бала келді. Жаңа туған сәбидің алғашқы дауысы құлаққа жағымды, қоңыраудай естілді. Өзі шымыр, қып-қызыл болып шырылдап жатыр. Қыз екенін естігенде жүрегім дір ете қалды. Өзімнің 8 ұлым бар. Бәрі тәп-тәтті, аман есен. Бірақ қызға деген аңсар көңілім өмір бойы тарқамаған. Бір қызым болса шіркін деп армандайтынмын. Бірақ қуанышым ұзаққа созылмады. Анасы нәрестеге бір қараған жоқ. Жанына келгенде қолын сермеп теріс бұрылды. Маған көрсетпеңдер, емізбеймін, деді суық дауыспен. Бөлмедегі дәрігерлердің бәрі аң-таң болып қалды. Әдетте, қанша қиналса да, әйел баласын құшағына алған сәтін ұмытпайды. Ал мынау көзінде салмады. Менің жүрегім қарс айырылды. Бір кеудеден шыққан балаға мұншалық суық болуға бола ма деген ой мазалады. Жүрегімнен от жүгіріп өткендей болды. Өзім қыз босанғандай қатты толқыдым. Сол сәтте ойыма күйеуім түсті. Бір кездері оған қыз бала асырап алсақ деп айтып едім. Ол қатты қарсы болған. Өзгенің баласы қиын болады деген. Ертең біліп қойса, жүрегіне жара салады. Мен де үндемей қойғанмын. Бірақ мына қызды көргенде, бар арманым қайта оянып кеткендей. Қолымдағы құндақтағы сәбиге қарап, жүрегім елжіреп кетті. Өзі сондай нәзік, сондай қорғансыз. Жүрегім құшақтап алып, үйіңе алып кет деп тұрғандай еді. Бірақ қолымнан ештеңе келмеді. Сол күні ауысымнан кейін тікелей үйге келдім. Күйеуіме, бір әйел қызын тастап кетпекші. Біз асырап алсақ қайтеді дедім. Күйеуім тағы да үзілді-кесілді қарсы болды. Қазір ештеңе емес сияқты. Кейін ер жеткенде шындықты білсе қиналады. Біз де, бала да бақытсыз боламыз деді. Сол сәтте көңілім құлазып, үмітім сөніп қалды. Қуанышым сүп сепкендей басылды. Бірақ жүрегім әлгі қызға байланып қалғанын сездім. Келесі күні жұмысқа келсем, анасы әлі де баласын қарамапты. Әдетте әйелдер жаңа туған сәбиін қолына алмай қоймайды ғой. Ал мұнда үнсіздік. Роддомның іші у-шу, өз баласынан безгенін несі деген сөздер айтылып жатыр. Кенеттен роддомға бір әйел келді. Орта жастағы, сұңғақ бойлы, жүзінен мейірім төгіліп тұр. Кірген бойда сәбилер жатқан бөлмеге барды. Әлгі қызды қолына алып ұзақ отырды. Сөйтіп жүріп асырап алу үшін құжаттарын жасата бастады. Ал туған анасы, Алия деген әйел, жалғыз өзі шығып кетті. Артына бір ретте қараған жоқ. Сол сәтте жүрегім тағы да қарс айырылды. Бір адамның тастап кеткенін екінші бір жан құшақ жая қабылдады. Мүмкін қыздың бағы ашылар, Алла жақсы адамдарға жолықтырсыншы деп іштей тіледім. Қызды асырап алған әйелдің аты Гүлнар екен. Өзі бала көтермеген, бірақ перзентке деген аңсары ешқашан басылмаған жан көрінеді. Күйеуімен де талай жыл бірге өмір сүріп, талай емделіп үміттенген. Бірақ Алланың жазуы солай шығар. Өз құрсағынан бала көтеру бұйырмапты. Сондықтан ол әлгі қызды көрген сәттен-ақ жүрегі елжіреп, міне менің тағдырымдағы бала осы болар дегендей құшағына қысты. Қызды Айым деп атады. Айдай аппақ, жарық өмір сыйлағайсың деген тілекпен қойылған есім еді. Айымды алғаш қолына алғандағы Гүлнардың жүзін ешкім ұмытпайтын шығар. Ол шын мәнінде ана болып кеткен еді. Әр қимылы, әр сөзі мейірімінің өзі. Мен де жұмыста жүріп әлсін-әлсін сол қыздың хабарын сұрай беретінмін. Роддомдағы қыз-келіншектердің бәрі оның тағдырына қызыға қарады. Туғанынан безген қызды біреу бауырына басты. Мүмкін бақытты болар деп тілеулестік. Айым жаңа үйінде көп еркелік көрмесе де мейірімге бөленіп өсті. Анасы қасына алып, бесік жырын айтып түн ортасында қанша жыласа да шыдады. Бұл менің Алламның берген сыйы деп еш шағымданбай өсірді.
Көрші қолаң да қызды жақсы көрді. Гүлнардың бағына туған бала деп айтатындар көп болды. Бірақ ауыл арасында өсек аяң тоқтамайды ғой. Өзінің туған емес екен, анасы тастап кетіпті деген сөздер анда-санда шығып қалады. Мен өзім ауылға барғанда айымды сырттай көріп қалатынмын. Бала кезде далада жүгіріп ойнап жүргенін көргенде жүрегім елжіреп кететін. Өз қызымдай ыстық еді. Бірақ сезімімді сыртқа шығармай, іштей ғана тілекші болып жүрдім. Бақытты бол, қарағым, ештеңеден тарықпа деп тілейтінмін. Айымның өзі де ерекше бала болып өсті. Жүрісі де, сөйлеуі де өзгеше. Көрген жанның бәрі жұлдызды бала дейтін. Анасының қасында жүріп тез тілі шықты. Зеректігі байқалды. Әлі кішкентай кезінен ақ ән айтып, тақпақ жаттап, бәрін жадына сақтап алатын. Бірде ауылға барғанымда Гүлнармен сөйлесіп қалдым. Қызымның аты Айым болды деді ол мақтанышпен. Алланың сыйы осы шығар. Мен оны жанымнан артық жақсы көремін. Мен оның сөздеріне іштей қуанып қалдым. Қыз бақытты болады деген сенім нығайды. Уақыт зымырап өте берді. Айым мектеп табалдырығын аттады. Сұлу қыз болып өсті. Сыныптастары арасында да ерекше көзге түсетін. Үнемі озат оқушы болды. Мектептегі ұстаздары мақтап отыратын. Бұл қыздың қабілеті бөлек, өнерге де, оқуға да бейімдейтін. Алайда ауылдың өсегі әлі де тыйылған жоқ. Кейде балалардың аузынан ауыр сөз шығып кететін. Сен асырандысың ғой, сені туған шешең тастап кеткен деп мазақ қылатындар табылды. Сол сөздер кішкентай жүрекке ауыр тиді. Айым алғашында мән бермей жүрді. Бірақ жылдар өте келе ойға қалатын болды. Неге мен туралы бұлай айтады? Шынымен, менің туған анам басқа ма деген сауалдар көкейіне қона бастады. Гүлнар болса, қыздың құшағына қысып, ештеңе айтпайтын. Әлі кішкентай, уақыт келгенде бәрін түсіндіремін деп ойлайтын. Бірақ ананың жүрегі бәрін сезеді ғой. Қыздың көзіндегі сұрақтарды кейде үнсіз қалатын көрген сайын өзі де қиналатын. Мен болсам алыстан қарап, жүрегім езіліп жүрдім. Өз қолымнан келсе барып, мен сенің туған күніңді білемін, сен сондай тәтті едің деп айтқым келетін. Бірақ ондайға бара алмайсың. Тағдырдың жазуы сондай. Жылдар өте берді. Айым есейіп, сұлу қыз болып бойжете бастады. 7-8 сыныпқа барғандағы ауылдың үлкендері мына қыз Гүлнардың өзінен айнымай қалған ғой, ай жарықтық деп жататын. Бірақ біреулер сыбырлап, құрсағынан шықпаған баласы ғой дегенді де қоса кететін. Айым зерек еді. Қай сөздің шын, қай сөздің жалған екенін аңғара бастады. Әсіресе мектеп жасында балалар бір-біріне қаттырақ тиісе береді ғой. Кейде сыныптастары, сен асырандысың ғой деп қыжыратып қоятын. Алғашында ол мән бермей жүрді. Бірақ жүрегінде бір күдік ұялады. Егер өтірік болса, неге қайталай береді? Неше жыл болды? Ал егер шын болса, неге менің анам айтпай деп іштей мазасызданатын болды. Гүлнар болса, қызын барынша еркелетіп, барын беріп өсірді. Менің періштем, Алламның аманаты деп айтудан жалықпайтын. Бірақ кейде қызының көзінен ойлы мұңды көргенде жүрегі шым ете қалатын. Айым бой жеткен сайын әдемілігі айқындала түсті. Қарақаттай көзі күлімдеп тұрады. Қасы қиылған, сөздері анық, мектепте де алда болды. Мұғалімдері, бұл қыздан үлкен адам шығады деп мақтайтын. Бір күні сабақтан келіп анасының жанына жай отырды. Сосын біразға дейін үндемей қалды. Гүлнар таңырқап, қызым, бірдеңе болды ма деді. Айым көзіне жас алып, анашым, маған шындықты айтыңызшы, менің туған анам бар ма деді сыбырлап. Гүлнардың жүрегіне қанжар қадалғандай болды. Жылдар бойы жүрегінде сақтап келген құпиясы ашылар сәттің келгенін түсінді. Біразға дейін үнсіз отырды. Сосын қызын құшағына қысып, қызым, сен маған Алланың берген сыйысың. Я, сенің туған анаң бар, бірақ ол сені қабылдаған жоқ. Ал мен сені құшақ жая қарсы алдым. Өйткені сенсіз өмірімнің мәні болмас еді деді көз жасына ерік беріп. Айым да жылады. Бірақ ол жылағанда өкпеден емес, жанын босатқандай болып жылады. Сосын анасының бетінен сүйіп, сіз менің жалғыз анамсыз, мені бағып қағып өсірдіңіз. Мен үшін бәрінен қымбатсыз деді. Осы әңгімеден кейін араларындағы байланыс бұрынғыдан да нығая түсті. Гүлнардың жүрегіндегі қорқыныш сейілді. Қызым мені түсінеді екен деп іштей тынышталды. Ал Айым болса, шындықты білгенімен анасына деген сүйіспеншілігі кеміген жоқ. Керісінше, осынша жыл мен үшін қиналып, жаным берген жанды қалай ғана сыйламаймын деп ойлады. Бірақ ол түнде жалғыз қалған сәттерінде ойға берілетін. Мені тастаған анам кім болды екен? Неге маған қарамады екен?
Ол тірі ме екен? Бір рет көргім келеді деген ойлар мазалайтын. Күндер өтіп жатты. Қыздың армандары айқындала бастады. Ол дәрігер болуды қалады. Мен сияқты балалар жыламасын, ауру балаларға көмектесем деп жиі айтатын. Оның жүрегінде үлкен мейірім бар еді. Мен де алыстан қарап жүріп, оның бойынан ерекше күшті байқадым. Өмірдің ауыр шындығын білгенімен ол сынбады. Керісінше, қайратты бола түсті. Сол сәттерде өзімнің алғашқы көрген күнім есіме түсіп кететін. Шілденің ыстығында шырылдап жатқан кішкентай бөпе. Анасы сырт айналып, қолын термеп кеткен. Ал қазір сол бөпе бой жетіп, ақылды да әдемі қыз болып өсіп келеді. Бұл тағдырдың кереметі емес пе? Айым мектепті үздік аяқтады. Ұстаздары да, ауылдың үлкендері де бұл қыздан үлкен адам шығады деп үміт артты. Өзі де кішкентайынан дәрігер болуды армандайтын. ұбт-дан жоғары бал алып, қаладағы медицина университетіне оқуға түсті. Қуанышында шек болмады. Анасы Гүлнарда көз жасын тыя алмай, «Қызым, Алла сенің жолыңды ашсын, арманың орындалсын. Сен менің тірегімсің» деді. Айым қалаға кетсе де анасына күнде хабарласып тұрды. Сабақтары қиын болды, бірақ ешқашан мойымады. Түнде кітап ақтарып, күндіз тәжірибеге қатысып, уақыттың бәрін оқуға арнады. Бір күні нағыз дәрігер болып, адамдардың өмірін құтқарамын деген сенім оны алға жетеледі. Қалада жүргенде кейде жалғыздық сезімі қысып кететін. Әсіресе туған анасы жайлы ойлаған сәттерде, ол қазір қайда екен, мені бір іздеді ме екен, мені тастап кетуіне не себеп болды екен деген сұрақтар көңілін мазалайтын. Бірақ ол сұрақтарды ешкімге ашып айтпады. Тек күнделігінде ғана сыр қылып жазатын. Ал ауылға демалысқа қайтып келген сайын анасының бауырына кіріп, баладай еркелейтін. Гүлнар де қызына қарап қуанып отыратын. «Мені жалғыз қалдырмайсың ғой қызым» деп жиі сұрайтын. Айым болса, «Анашым, сіз үшін бәріне дайынмын. Сіз менің жалғызымсыз» деп жауап беретін. Жылдар зулап өтті. Айым оқуын аяқтап, резидентураға қалды. Сөйтіп алғашқы қадамдарын дәрігер ретінде жасай бастады. Жұмысқа келген науқастарға ерекше қарайтын. Әсіресе жаңа туған балаларға қамқорлығы бөлек болды. Кейде өзі де сезбей перзентхананың ауасын иіскегенде жүрегі шым ете қалатын. Бәлкім, өзінің де тағдыры дәл осында басталған үшін шығар. Гүлнар болса ауылда жалғыз қалғанымен қызының жетістігіне қуанып жүрді. Қызы қалада болса да жиі барып тұратын. «Менің қызым дәрігер болды» деп мақтанышпен айтатын. Мен де сырттай бақылап жүрдім. Жүрегім қуанышқа толды. Сол шілденің ыстығында шырылдап туған нәресте енді үлкен өмірге қадам басты. Қаншама қиындыққа қарамай, ақылды да мейірімді қыз болып өсті. Бірақ тағдырдың үлкен сынағы әлі алда тұрған еді. Қалада жұмыс істеуге қалуына толық мүмкіндік бар еді. Бірақ айым, «Анашым, мен ауылға қайтамын, халыққа қызмет етуім керек» деді. Гүлнар алғасында қарсы болды. Қалада мүмкіндігің көп, ғылыммен айналысасың деген еді. Бірақ қызының шешімін көріп қарсы тұра алмады. Сөйтіп айым туған ауылына дәрігер болып оралды. Халық қуанышпен қабылдады. «Біздің ауылдың қызы дәрігер болып келді» деп мақтанды. Ол шынында да көптің сүйіктісіне айналды. Науқастарға тек дәрі жазып бермей, жылы сөз айтып, үміт сыйлайтын. Әсіресе жаңа босанған әйелдерге ерекше мейіріммен қарайтын. Бір күні перзентхана орта жастағы әйел түсті. Ауырып қалыпты. Әлсіз, жүдеу. Айым науқастардың құжатын қарап отырды. Кезек әлгі әйелге келгенде жүрегі шым ете қалды. Әлия деген атты көзге оттай басылды. Бұл есім оған бала күннен таныс еді. Анасы айтып берген, сені туғаннан соң қолына далмаған әйелдің аты Әлия деп. Алдында отырған әйелдің жүзі шаршаңқы, бірақ көзінде бір таныс нәрсе бардай көрінді. Айым біразға дейін үнсіз отырды. Жүрегі алып ұшып, не дерін білмей қалды. «Сіз Әлиясыз ба?» деді ақырын ғана. Әйел таңырқап басын изеді. «Иә, неге сұрадың?» Айымның жүрегі толқыған сезімдер биледі. «Міне, мені тастап кеткен анам алдымда отыр» деген ой миына сыймай кетті. Қанша жыл бойы ойында жүрген сұрақтың жауабы осы сәтте анықталды. Әлия болса дәрігер қыздың жүзінен көзін алмай, әлденені іздегендей болды. Сосын күбірлеп, «Сенің атың кім қызым?» деді. «Атым Айым» деді ол дірілдеп. Алияның қолындағы пакет жерге түсіп кетті. Көзі шарасынан шығып кеткендей болды. Өйткені ол да қызын Айдай болсын деп ішінен атап кеткен кезі болған. Бірақ тағдыр оған аналық бақытты қимап еді. Айым көз жасын тыя алмады. «Мен сіздің қызыңызбын. Сол 2004 жылы роддомда тастап кеткен нәрестеңіз менмін» деді. Әйелдің денесі дірілдеп кетті. Көзінен жас ырсып шықты. Ол ештеңке айта алмай, басын төмен салбыратты. «Қызым, кешір. Сол кезде жас болдым, жасадым.
бірақ жүрегім әлі күнге дейін сыздайды деп әрең тіл қатты. Айым оның қолын ұстады. Мен сізді жек көрмеймін, сіз мені өмірге әкелдіңіз. Ал менің нағыз анам, мені өсірген Гүлнар. Бірақ сізге де ренішім жоқ. Өмірде әркімнің өз қиындығы болады. Мен сізді кешірдім деді. Бұл сөздерді естігенде Әлия еңіреп жылады. Қызым мені кешірді деген ой оны жеңілдетті. Осылайша ана мен қыздың тағдырлы кездесуі өтті. Айым үйіне келген соң Гүлнәрге бәрін айтты. Анасы тыңдап отырып, көзіне жас алды. Сенің жүрегің кең қызым. Алла саған аналық мейірімді 2 есе етіп берген екен деді. Содан кейін Айым 2 ананы да жүрегіне сыйдыра білді. Бірі өмір сыйлаған ана, екіншісі мейірім сыйлаған ана. Алия, туған анасы, ауылға жиі келіп тұрды. Алғашқы кезде ауыл адамдары оны көргенде әртүрлі әңгіме айтқанымен, уақыт өте бәрі басылды. Өйткені Айым оған мейіріммен қарады. Мен оны кешірдім деген сөзін ісімен де дәлелдеді. Науқас болса, өз емдеп қасында отырды. Гүлнар болса, әуелгіде аздап ауыр қабылдады. Қызымды тартып алады ма деген қорқыныш болды. Бірақ уақыт өте Айымның жүрегі бәріне жететінін түсінді. Қызын 2 есе жақсы көрді. Өйткені ол бір ананың ғана емес, 2 ананың тағдырын арқалап жүрген жан еді. Айым өз үйінде құрды, ақылды, тәрбиелі жігітке тұрмысқа шықты. Анасы Гүлнар немере сүйіп, бақытқа бөленді. Ал Әлия болса жиі келіп, немерелерінің де жанында жүрді. Кейде үшеуі бір дастархан басында жиналғанда, Гүлнар көзіне жас алып, мына қыз екеуміздің тағдырымызды жалғап тұр. Бірімізге өмір, бірімізге мейірім сыйлаған. Аллаға сансыз шүкір дейтін. Айым болса күлімсіреп, екеуіне кезек қарады. Менің жүрегімде сіздерге орын жетеді. Өйткені мен екеуіңіздің де тіршілігіңізде ең қымбат сыйын алдым дейтін. Мен сол сәттерде сырттай бақылап отырып жүрегім елжірейтін. Сол бір шілденің ыстығында құндақтаулы жатқан нәрестеге аңсап қараған кезім есіме түсетін. Ол кезде қолымнан ештеңе келмеген. Бірақ Алланың жазуы бөлек екен. Тағдырдың жолы таңғажайып қой. Тастанды аталған қыз бүгінде елдің ардақтысы, 2 ананың тірегі, халықтың сүйікті дәрігері болды. Әр адам бала үшін тағдырдың өзі бір сынақ. Біреуінен безінеді, екіншісі құшақ жая қарсы алады. Бірақ ең бастысы жүректегі мейірім. Мейірім болса, кез келген жара жазылады. Айымның тағдыры соның дәлелі болды. Құрметті тыңдарман, әңгіме ұнаса арнама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, лүпіл басып, пікір жазыңыздар. Баршаңызға рахмет.